Қазір біз пиццаға соус дайындайын деп жатырмыз. Бірнеше пиццаға соус дайындағандықтан бұл жерде көп жасаймыз. Алдымен сүт помидордың басын, қызанақтың басын кесіп тастаймыз. Сосын осылай міне бөлеміз, көріп тұрғандарыңыздай. Бөлеміз дегенде кішкене қабығын осылай тіліп шығамыз сыртынан. Міне қайтадан көрсетейін. Басын тіліп тастаймыз. Жанынан осылай төртке бөліп тілеміз қабығын. Енді бұған қайнап тұрған су құйып 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 15 минут өтті. Қараңыздар, ыстық суға помидор 15 минут тұрғаннан кейін осылай қабығы жібіп оңай алынатын болады. Сыртындағы, яғни кожасын, қабығын бәрін осылай тазалап алып тастаймыз. Бұл жерде біз бірнеше пиццаға соус дайындап жатқандықтан бізде қызанақтарымыз кішкене көбірек. Қазір мен 2 пицца мөлшеріне қанша қызанақ кететінін көрсететін боламын. Сыртын бәрін ашып алғаннан кейін блендердан жақсылап өткіземіз. Ішінде бір түйірде кесегі қалмауы керек. Міне осында бізде қызанақтың кәдімгідей соуы шықты. Ішінде бір түйірде кесек қалған жоқ. Енді қазір соусымызды дайындайтын боламыз. Бұл жерде мен сіздерге 2 пицца мөлшеріне соус дайындап көрсететін боламын. Кішкене зәйтүн майын құямыз, көп құймаймыз, бір 3 ас қасық жетеді. Бір тісше сарымсақ міндетті түрде салынады. Бұл біздің соусымыздағы ең басты дәмдеуіш болып табылады. Сосын бір чай қасық толы орегано. Бұл ең міндетті дәмдеуіштің бірі. Егер орегано болмаса, онда сіздің соусыңызда кереметтей дәм болмайды. Орегано деген осылай мына жерге суретін салып қоям, пакеттерде сатылады. Бұл кез келген компанияныкі болуы мүмкін, яғни кептірілген зелень. Мынау жаңағы блендердан өткізген қызанағымыз 2 пиццаға 3 қызанақ мөлшерінде жетеді. Бұл жерде қызанақтың көлеміне байланысты, егерде 2 үлкен қызанақ болатын болса, онда 2 пиццаға жетеді. Бұл жерде мен 3 қызанақтың несін қолдандым. Бір чай қасық толар толмас тұз саламыз. Осылай ақырын отта қуырамыз. Сіздің томатный соусыңыз қатты отта шыжғырылып, суы суалып қалмауы керек. Сосын бір чай қасық толы паприка. Яғни барлығын қосқан кезінде біз 4-5 минут қана қуырып аламыз. Егерде чеснокты қуырмай салатын болсаңыздар, онда сарымсақтың кәдімгідей иісі шығып, кәдімгідей сарымсақ татып тұратын болады. Сондықтан міндетті түрде қуыру керек. Осымен біздің соусымыз дайын. Бұл универсальный соус, яғни кез келген пиццаға қолдануларыңызға болады. Яғни бұл соус кәдімгі барлық пиццаға бола береді. Бұл пиццаның оригинал, яғни соусы. Кез келген пиццаға соусты осылай дайындаймыз. Негізі көбі зәйтүн майын қымбатсынып алмайды, бірақ пиццаға деп арнап бір зәйтүн майын алып қойсаңыздар, ол өте көп уақытқа дейін жетеді.